Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі күнге болжам, бүгінгі күнде металл иін белгісі ақша шығаратын күніңіз, слабый карта болса сізге қайта ақша келеді. Бүгін тышқандар, ұлу, мешін жылғы бадзи карталарыңыз білетін болсаңыз, күнінде туылғандар. Осы жылы туылғандар атша шапқылайтын, либо жол жүретін, саяхатқа шығатын күн. Бүгінгі күнде шаш қидыруға өте жақсы күн, жұмысқа қатысты, бизнеске қатысты өте жақсы энергиясын береді. Шашын ұшын болса да қырықтырсаңыз болады. Водоян белгісі бүгін білім бастауға өте күн, өткені звезда ученого келіп тұр сіздерге. Жол жүруге онша емес, өткені жаттарыңызды жоғалтып алуыңыз мүмкін, бір затты ұмытып кетуіңіз мүмкін. Күріш шашып, тілек тілеуге өте жақсы күн, байлыққа қатысты техникалар жасауға өте жақсы күн. Бүгін карта желания жасайтын болсаңыздар, жасаңыздар. Және металл иін белгісіне асыл адам, періштелеріңіз қасыңызда, көмек сұраңыздар, көмек міндетті түрде беріледі. Март айында туылғандар, апрельдің 5-іне дейінгі аралықта туылғандар, бүгін дәрігерге көріңіздер, жақсы емі қонады, ем алыңыздар, бүгіннен бастап дәрі ішсеңіздер де болады. Сиыр жылы туылғандар, және бадзи картаңызда сиыр күнінде туылсаңыз, бүгін красный луан келіп тұр. Заттарыңызды шығарыңыздар, әдеміленесіздер, басы-бостар таныстыққа шығыңыздар. Сіздерді бүгін көреді, сіздерді бүгін тыңдайды. Дерево иін белгісі ашуланбаймыз, дерево ян, бір алға қойған мақсаттарыңызға қадам басыңыз, орындалады.